Достар, Раяна мен Аниса бүгін аяқ астынан набережкаға паркке келіп, аттарға отырып жатыр. Қараңыздар қандай күшті. Осындай аттарға отырмағалы біраз уақыт болыпты. 1-2 жылдай. Оған дейін біз парктерге көп баратынбыз. Сосын кейін біраз уақыт пауза болды да, енді міне тағы да отырып жатыр. Аттар әдемі екен. Раянаның аты қоңырат, күрең. Ал Анисаның аты ақ түсті. Күшті екен, иә? Бірақ аттракцион өте ақыры қозғалады екен. Бұл, наверное, кішкентай балаларға арналған шығар. Аниса түсіп алыпты, қазір ағай ұрсатын шығар. Аниса, отыр. Аниса көрген аттарына қызығып жатыр. Қоя салса бір жерге. Мен мынандай күшті лимонад ішіп жатырмын. Қараңыздар. Фокусируйся. Фокусируйся. Манго маракуйя дейді. Қараңыздар, қандай күшті. Бұл Астана қаласындағы осындай әдемі үй ғимарат. Жағажайдың қасында. Жақтың барлығы күшті әдемі үйлер. Қазір оларды көрсетіп боламыз. Ала берма. Да. Екеуі бабл ти алып, мәз болып жатыр. Кәне Раяна көрсет. Бізде Аниса бабл тиді бірінші рет ішеді. Өткір жағымен салып. Ұнады ма? Кәне, Аниса. Мен соғым қалып кетіпті. Түбінде кішкене ғана екен ғой. Кәне. Мәссаған. Аниса мен Раяна күшті отыратын жер тауып алды. Каминдары бар екен. Байқандар арттарынан шығып жүрмесін. Ана ағаштың аты кім? Иә. Сендердің анау тун сахур деген дейді. Аха. Әне тығылып тұр ғой. Ақырын төгіп болмандар. Кеттік, Аниса. Астанада бүгін күн қатты ыстық болды. 37-38 градусқа дейін барды. Раяна мен Аниса қайда? Ой, міне жырғай. Не істеп жүрсіңдер сендер? Наурыздың кезінде, мейрамдар кезінде осы жерде ярмарка, жәрмеңке өтеді. Достар, біз набережкаға келдік. Қараңыздар, қандай әдемі. Керемет.
Достар, қараңыздар, біз мынандай қайықтар тауып алдық. Машинка, аққу. Раяна мен Аниса жалынып, отырайықшы деп жатыр. Сондықтан біз қазір түсіп, балалардың тілегін орындайық деп жатырмыз. И бізбен бірге Үміт барады, кішкентай бөпе. Ал кеттік, давайте. Достар, біз қайыққа отырмас бұрын үстімізге мынандай спрей сеуіп алайық деп жатырмыз, шыбындардан қорғайтын. Қолымды бер. Кел. Көзің жап. Кәне. Раяна, қолымды төмен түсір. Әкел аяқтан. Все. И өзіме де сеуіп алайық. Достар, қазір алдымызда очередте кісілер отыр екен. Оларды өткізіп алып, сосын бұйырса біз отыратын шығармыз. Қандайын таңдаймыз, Раяна? Жоқ. 1, 2, 4 адам ғой? Қайсы, осы ма? Жоқ. Аха. Жоқ, бізге обычныйын бере беріңіз. Достар, біз қызылды таңдадық. Қазір енді отырамыз. Мынандай жилеткалар берді. Балалар қауіпсіздігі үшін. Достар, біз отырдық. Кішкене қорқынышты болып тұр, Раяна. Қараңыздар, су мына жерде. Аниса қалай? Аниса күшті ма? Просто аққуға отырғым келеді. Аққуға отырғымыз келеді, оның ішінде су екен. Оған отыра алмадық енді. Келесі жыл келгенде істесе отырамыз, е? Төлеп қойдық. Ал, достар, бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз кеттік. Раяна, сен әкеге көмектесіп жатсың ба? Қорқпа, Аниса, сен мені ұстап отыр, қараңыздар, аяғымды ұстап алыпты. Өзімізбен су алып алдық. Қанша? Жарты сағат па? Аниса, бер отыр. Бер отыр. Қараңыздар, достар, біз кеттік. Біздікі қызыл Бентли. Мен алдында кішкентай бөпем отыр, міне, Үмітайым. Үмітайым. Үмітайым менің. Бисмилля. Күшті екен. Қойшы, Үмітті кімге қалдырамыз біз? Болды. Нормально. Аниса, бері отыр сен. Бір Венецияда жүрген сияқты болады. Қараңыздар, достар, қандай әдемі. Астанада тұрсақ та біз бұл жерге көп келмейміз. Бізге ма? Бізге емес, е? Қайтсай деп біреуге айқайлап жатыр, достар. Достар, анан қараңыздар, ана жаққа өтіп кетіпті. Негізі олай өтуге болмайды, ана ограничительден. Ол жақ қатты терең, еще ол жерде сымдарға оратып қалуы мүмкін. Сөйте салу керек еді, е? Аяғын талып кетті ма уже? Қараңыздар. Ей, Аниса, жақын отыршы маған. Тыныш отырайын. Достар, қараңыздар. Прям керемет болып тұр. Соткамды түсіріп алмайын өзі. Әкеміздің аяғы енді зырылдайтын болды ғой түнімен. Şu masa istesine de. Кім түсті? Ешкім түсіп жатқан жоқ. Motoru to'xtatib.
Болмайды түнде түсуге суға. Достар, біз уже ортасына келдік. Ой, что-то дірілдетіп жатыр. Акула жүрмей мінсен әжде. Акула жүрмейді ғой бұндай жерде. Дөңгете қалды. Ана мостқа қарай баруға бола ма? Аниса, тыныштылама. Қара, ана мосты барып көреміз қазір. Ва, қара. Жары, жылама. Болды. Жылама қазір әйтпесе. Жүрмей қояды. Круизға баратын болсаңдар қалай жүресіңдер? Ар жақта айқайлап жатыр. Қатты алысқа кетіп қалған ғой. Қайтатын шығар, ештеңе етпейді жарайды. Тура біз отырғанда бірдеңе болып жүрмесінші осы. Үміт 6 айында алғаш рет қайыққа отырды. Жары. Қайда Қазақстанның туы? Ой, міне қараңыздар. Көктөдөн желбірегені жаныма қуат береді. Алтын күн Аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны еліме қарашы. Қараңыздар достар, біз маған қарай жақындап келе жатырмыз. Бір как будто балықтың сырты сияқты, е. Қағайын болады. Бізге жаңа аққуды бермей қойып еді, ішінде су бар деп. Мына 2 қос қашыққа берді аққуды. Жайшқа болды, ақырысты. Достар, біз 3 рет айналып келдік. 30 минут уақыт ұзаққа жетеді екен кәдімгідей. Қазір енді Раяна мен Аниса әкесі түсіп алсын, сосын соңынан біз түсеміз. Ұнады ма, Раечка? Аниса, саған ше? Иә. Аға түсіреді сені. Аниса түсіп жатыр. Біз кеттік. Достар, біз қайықтан түстік. Енді жаяу қайтып бара жатырмыз. Бізге өте қатты ұнады. Аяқ астынан шығып, бір серуендеп, сергіп қалдық. Осындай негізі күтпеген жерден шығып қалған демалыстар күшті болады. Келісесіздер ма? Бізге лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. 2 күннен кейін біз бұйырса пикникке шығамыз балалармен. Сосын ат тебуге барамыз. Сол видеомызды көргілеріңіз келсе, бізге лайк пен комментарийді жаударыңыздар. Жоқ, Аниса, біз бағана келіскенбіз, е? Бізде Аниса всегда. Да? Жарайды па? Келістік, е? Молодец. Жерімізде бізде Аниса шарик алам, анан алам деп жүреді. Ютубтағы көрермендерінен ят болады ғой десең қоя қояды. Достар, қараңыздар, не тауып алды. Күшті, мынау ойнайтын жер ғой. Қазіргі кезде балалардың барлық жағдайы жасалған, де. Қараңыздар, Аниса билеп жатыр. Раяна, сен де билеш? Аниса мен Раянаны тауып алайық. Қай жаққа кетті? Мына жерде жүр.
Эй, домалақ. Аниса, қорықпа, давай. Күшті, мен түсіріп аламын сені, давай. Аниса, Раяна арқанмен жоғарыға қарай мініп бара жатыр. Давай, давай. Раечка. Андай басатын жерлері бар ма екен? Достар, біздің вайбымызды сезініңіздер. Өкінішке орай мен бұл жерде ойнап тұрған музыканы ютубқа қоса алмаймын, өйткені авторский право бар. Бірақ та примерно көз алдарыңызға елестетсеңіздер болады. Қазіргі сағат 1. Бұл жерде музыка қатты ойнап тұр. Мына үйде тұратын адамдарға енді қиын шығар. Үміт бірінші рет качеляға отырды. Қараңыздар, қолмен ұстап қояды жаным. Қатты бола ма десем, жай ғана өткені қалай өтті. Достар, қараңыздар, Раяна мен Аниса қандай күшті, розовый мысық, қызыл түсті күшік тауып алды. Екеуі қызыл күшікке отырды. Кәне көрейік қалай жүреді екен. Достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока.